Сәлеметсіздер ме? 3-ші сынып әдебиетті оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күзгі уақыт. Бұл сабақта сен қара сөз мәтіндегі көркем ойды түсінесің. Мәтіннің авторы туралы әңгімелейсің, мәтінге сүйеніп сызбаны толтыра аласың. Ең алдымен жұмбақты шешіңдер. Бұлттар төніп жерге төгіліп, дымқыл тұман басады. Шөп сарғай өңі тайып, дала нұры қашады. Ойнай алмай, денең мұздап тоңады. Әрине балалар, бұл күз мезгілі. Тамаша. Олай болса, төменде көрсетілген мақал мәтелдерге сүйеніп, күз мезгілінің басты белгілерін атайық. Жемісі көп ағаштың бұтағы төмен. Тамаша. Нөсер алдында не ойнайды? Нөсер алдында найзағай ойнайды. Көктемде түскен бір дән, күзде 1000 дән болады. Тамаша. Бұлардың барлығы балалар күз туралы айтылған. Олай болса, бүгінгі біздің өтетін мәтініміздің де тақырыбы күз. Бұл мәтіннің авторы Міржақып Дулатов. Міржақып Дулатов ақын, жазушы. 1885 жылы 25 қарашада бұрынғы Торғай облысындағы Сары-Оқпа облысында, қазіргі Қостанай облысының Жанкелді ауданына қарасты Қызылбел ауылы дүниеге келген. Әкесі Дулат, аты шыққан шебер, ел анасы Дәмеш әншілікке бейім болған. Міржақып 2 жаста анасынан айырылды. Алғашқыда бала Міржақып ауыл молдасында оқыды. Міржақып Ыбырай Алтынсарин негізін салып кеткен, мектепте 5 жыл оқып, үздік бітіріп шығады. Міржақып өз бетінше ізденіп, орыс тілін жетік меңгереді. 1909 жылы Қазан қаласында Міржақыптың тұңғыш өлеңдер жинағы Оян қазақ деген атпен басылып шықты. Олай болса, мәтінге назар аударайық. Мәтінді түсініп оқыңдар. Күз. Міне, күз келді. Анда-санда таңертең салқын болып қояды. Аспанда бұлттар қаптап, сіркіреп жаңбыр да жауып тұр. Маса, шыбын, құрт-құмырсқа жоқ болып кетті. Құстар жылы жаққа ұша бастады. Қарлығаштар көптен көрінбейді. Аспанда тырналар да тізіліп ұшып барады. Ағаштардың жапырақтары сарғайып, түсіп, шөптер де қурап қалған. Егіншілер астығын жинап алыпты. Бұл мәтінді жазған мәтіннің авторы Міржақып Дулатов. Міржақып Дулатов туралы өз біліміңді толықтырып алдың деген ойдамын. Олай болса, мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтіннен күзді суреттеген сөздерді табыңдар. Бұл жерде қандай сөздер күзді бейнелетіп көрсетіп тұр? Ойланып көр. Әрине балалар, жапырақтар сарғаяды, салқын болады, шөптер қурайды. Тамаша. Мәтіннен берілген сөздердің синонимін тап. Кейде, ғайып болды. Кейде анда-санда деген мағынада, ғайып болды, жоқ болып кетті дегенді білдіреді. Тамаша. Олай болса, бірінші тапсырма. Мәтінге сүйеніп, сызбаны толтырыңдар. Бұл сызба оқулықта 81 бетте берілген. Күз, күзгі жаңбыр, жәндіктер, құстар, ағаш, күзгі еңбек. Балалар, осы мәтінді қандай сөздермен толықтыруға болады? Мәтінге сүйеніп, кестені толтырып көр. Олай болса, жауабымызды бірге тексерейік.
Күзгі жаңбыр, ол сіркіреп жауады. Жәндіктер, маса, шыбын, құрт-құмырсқа ғайып болады. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Ағаш жапырақтары сарғайып түсіп қалады. Күзгі еңбек егіншілер астығын жинайды. Мінекей балалар, күз мезгілінде осындай өзгерістер болатынын барлығыңызда білетін шығарсыздар. Тамаша. Олай болса, бұл тапсырманы орындау сіздерге қиын соқпады деген ойдамын. Әрі қарай жалғастырайық. Өлеңді мұқият тыңда. Көркем сөздерді қолдана отырып, күз мезгілін сипаттап айтыңдар. Көлдің беті кілегей, жер сапсары бірегей. Тырау-тырау тырналар, түстікке бетті бұрдолар. Қара суық жел есті, күннің көзі көмескі. Бастап егін орады, бұл қай кезде болады? Олай болса, төменде тұрған жауаптарға белгілеп көрейік. Бұл қай кезде болады? Қыста, көктемде, жазда, немесе күзде? Әрине балалар, бұл күз мезгілінде болады. Өлеңге сүйеніп берілген сөздердің мағынасын түсіндіріп көрейік. Кілегейлену, бірегей, түстік, көмескі. Кілегейлену сөзінің мағынасы қабыршақтанып мұз қату. Бірегей, теп-тегіс дегенді білдіреді. Түстік оңтүстік жылы жақты айтады. Көмескі бұлыңғыр дегенді білдіреді. Көркем сөздерді қолдана отырып, күз мезгілін сипаттап айтыңдар. Бұл сөздердің мағынасы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, сөйлем құрастырып көрейік. Көлдің бетіне кілегейленіп мұз қатты. Жердің бәрі бірегей сап-сары. Құстар түстікке ұшып барады. Күннің көзі жаздағыдай жарқырамай көмескіленді. Тамаша. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Оқу тапсырмасы мәтінге сүйеніп, күзді бейнелеп сурет сал. Күз тақырыбына өлең құрастырып көр. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта сен қара сөз мәтіндегі көркем ойды түйдің, мәтіннің авторы туралы әңгімеледің, мәтінге сүйеніп сызбаны толтыра алдың.